отбасылардан оқушыларға қолдау көрсету, олардың оқу процесіне толыққанды қатысуына жағдай жасау және білім алу мүмкіндіктерін теңестіру болып табылады. Бұл көмек оқушылардың әлеуметтік тұрмыс жағдайын жақсартып, олардың денсаулығы мен психоэмоционалдық жағдайына оң әсерін тигізеді. Негізгі мақсаттары әлеуметтік теңсіздікті азайту, қиын жағдайдағы отбасыларға қолдау көрсету, білім алуға ынталандыру, әлеуметтік көмек көрсету арқылы психологиялық қолдау көрсету. Қазақстан Республикасының үкіметінің 2008 жылғы 25 қаңтардағы 64-ші қаулысына өзгеріс еніп, 2022 жылдың 8 тамызындағы номер 544-ші қаулысы негізінде мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға бір реттік қаржылай көмек тағайындалған. Әлеуметтік педагог жұмысының бір бөлігі өз құзырлығының шеңбері бойынша көмек қажет ететін балаларды әлеуметтік қорғау, оларға тиісті педагогикалық, психологиялық, материалдық көмек көрсету және консультациялар беру болып табылады. Бір реттік қаржылай көмек алуға құқылы оқушылардың негізгі 5 санаты бар. Біріншісі, әлеуметтік жағдай төмен отбасылардан шыққан оқушылар. Бұл санатқа көпбалалы отбасылардағы балалар, аз қамтылған жатады. Екінші, жетім балалар және ата-анасының қамқорсыз қалған балалар. Үшінші, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын және басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылар жатады. Төртінші, төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардың шыққан оқушылар. Бесінші, білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына қаржылық және материалдық көмек көрсету тәртібін айқындайды. Бір реттік қаржылай көмекті көрсету туралы шешім қабылдау және оны жүзеге асыру үшін білім беру ұйымында ішкі бұйрықтар немесе нұсқаулықтар шығарылады. Көмекті алу шарттары анықталады. Бұл бойынша біріншіден бұйрық шығады, бұйрықтың үлгісін салдым, мектепшілік бұйрық шығады. Одан кейін қаржылай көмекке талап етілетін құжаттар жинақталады. Ол жерде өтініштен басталады, өтініштің үлгісі, одан кейін өтініш беруші ата-ананың немесе қамқоршының жеке куәлігінің көшірмесі, әлеуметтік жағдай туралы анықтама, отбасының табысы туралы құжаттар, оқушының туу туралы куәліктері, соның соттың шешімі егер бар болған жағдайда. Бұл әсіресе ажырасқан отбасыларда болады. Қаржылай көмек көрсету туралы мектептің ішкі актісі. Қаржылай көмек көрсету үшін комиссия құру туралы бұйрық немесе шешім негізінде құрылған комиссияның мақсаты жалпыға білім беру қорынан қаржылай көмек көрсету үшін оқушыларын іріктеу және олардың әлеуметтік жағдайын бағалау, көмекті әділ және ашық түрде болу қажет. Комиссияның міндеттері әлеуметтік жағдай төмен оқушыларды анықтау, әлеуметтік көмек көрсету үшін оқушылардың отбасының материалдық жағдайын туралы мәліметтер жинайды және талдайды. Комиссияның құрамына мектеп директоры комиссия төрағасы болып сайланады. Директордың орынбасары комиссия жұмысына басшылық жасап, көмек көрсету процесін дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Әлеуметтік педагог көмекке мұқтаж оқушыларды анықтауда негізгі рөл атқарады. Қамқоршылық кеңес білім беру ұйымының алқалы басқару органы болып табылады. Қамқоршылық кеңес қаржылай көмек көрсету кезінде осы комиссия құрылады және комиссия мүшелеріне де бұйрық міндетті түрде шығарылады. Бұйрықтың үлгісі салынды. Бір реттік қаржылай көмек берілгеннен кейін алынған заттардың түбіртегінің талап етілуі бұл қаржылай көмек мақсатты түрде пайдаланғанын және оның тағайындалған мақсатқа сай жұмсалғанын бақылау үшін маңызды шара. Яғни құжаттар жиналып, ақша бөлінгеннен кейін қаржы міндетті түрде ата-аналардан түбіртек сұралу керек. Түбіртектердің талап етілуі көмек алған адамның көмекті дұрыс және белгіленген мақсатта пайдалануын қамтамасыз етуге бағытталған. Әлеуметтік педагог бір реттік қаржылай көмек көрсету процесінде комиссия шешімін негізге ала отырып, оқушыларға көмек көрсету туралы ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді.
Көмек алған оқушылармен тығыз байланыста болып, олардың көмекке деген қажеттілігін әрі қарай бақылап отырады. Оқушылар мен олардың ата-аналарына қаржылай көмекті дұрыс пайдалану бойынша кеңес береді. Көмек көрсетілген оқушылар туралы есептерді жүргізіп, қажетті құжаттаманы рәсімдейді. Көмек көрсету нәтижелері бойынша есеп беру үшін құжаттарды дайындайды. Содан кейін мекемелерге немесе жоғарғы органдарға қажетті есепті жыл сайын тапсырып отырамыз. Қорыта айтқанда, оқушыларға берілетін бір реттік қаржылай көмек, бұл көмек әлеуметтік теңсіздікті азайтып, қоғамда әділдікті орнатуға ықпал етеді. Сонымен қатар, ол балалардың өздеріне және болашаққа деген сенімін арттырып, олардың сапалы білім алуына ықпал етеді. Сұрақтарыңыз бар ма? Енді осы жаңағы мемлекеттен бөлінетін бір реттік қаржылай көмекті 2020 жылғы 24 сәуірдегі номер 158 бұйрығында 13 қосымшасында толық жалпы ережесі және нұсқаулықтары, қандай құжаттар жинау керектігі, соның бәрі жазылған. Рахмет. Келесі 38 мектеп бар ма? Ерекше білімдерді қажет ететін балалардың әлеуметтік кеңістік бағыт-бағдарын дамыту тақырыбындағы әдістемелік құрал. 38 мектеп, гимназия, педагог дефектолог Қабдолдановна Ғазиза Дәулетқызы. Бар ма? Бар, иә. Қосыла берсеңіз. Иә, қазір. Мен былай андай неден көрсетейін деген ғой? Демонстрация жасап. Жоқ, былай видеомен. Иә? Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Қабдолданова Ғазиза Дәулетқызы. Бүгінгі тақырыбым ерекше білім беруді қажет ететін балалардың әлеуметтік кеңістік бағыт-бағдарын дамыту. Бұл жерде әдістемелік құралдың өзектілігі қазіргі инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруді қажет ететін балалардың толыққанды дамуы мен әлеуметтік ортаға бейімделуінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Зияты зақымдалған балалар үшін әлеуметтік кеңістікті түсіну, ондағы өз орнын анықтау, бағыт-бағдарды меңгеру, адамдармен қарым-қатынас жасау дағдыларды күрделі әрі арнайы педагогикалық қолдауды қажет етеді. Әлеуметтік кеңістікте бағдарлау қабілеттерінің жеткіліксіздігі, олардың дербестігі қауіпсіздігіне, оқу үрдісіне және қоғамға кірігуіне кедергі келтіреді. Сондықтан әлеуметтік бағдарлауды дамытуға бағытталған ғылыми негізделген практикалық маңызы бар әдістемелерді жетілдіру бүгінгі инклюзивті білім беру жүйесінде аса өзекті болып табылады. Жаңашылдығым әлеуметтік кеңістікте бағдарлаудың құрылымындағы қадамдық моделін ұсыну, интерактивті әдістерді енгізу, рөлдік ойындар, маршруттық жаттығулар, жағдаяттық модельдеу, кеңістік және әлеуметтік дағдыларды бір уақытта интеграцияланған түрде дамыту. Мақсатым ерекше білім беруді қажет ететін балалардың қоршаған ортада, әлеуметтік жағдайларда, мектеп пен қоғам өмірінде өз орнын таба білу, әр әрекетін саналы жоспарлау және қауіпсіз, дербес, мәдениетті түрде қатысу дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері балаларды әлеуметтік ортаға бейімделу деңгейін арттыру, әлеуметтік нормалар мен ережелерді қабылдау және қолдану дағдыларын қалыптастыру, тұлғааралық қарым-қатынас мәдениетін, коммуникативтік дағдыларды жетілдіру, өзін-өзі ұстау, өзін-өзі реттеу және өзіндік қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыру, қоршаған ортада өзіне қажетті бағытты анықтай білу, жағдайына сәйкес реакция беру қабілеттерін дамыту, әлеуметтік жағдаяттарды тану, талдау және шешім қабылдау қабілеттерін дамыту, баланың қауіпсіздігіне бағытталған кеңістікте бағдарлау тәжірибесін нығайту, практикалық тапсырмалар мен ойындар әртүрлі күн тәртібіне арналған мақсаты, міндеті және қажетті материалдарды ұсынамыз балаларға. Осындай
Жалпылама қорытындылай кетсем, әлеуметтік кеңістікте бағдарлау дағдыларын дамыту жүйелі кезең-кезеңмен және баланың жеке мүмкіндіктеріне бейімделген тәсілді қажет етеді. Оқыту барысында практикалық әрекеттер, ойын технологияларын, мінез құлық үлгілерін көрсету, күнделікті өмірлік жағдаяттарды модельдеу, көрнекілік пен нақты тәжірибеге сүйену тиімді нәтижелер береді. Әлеуметтік кеңістік бағыт-бағдарын дамыту, олардың дербестігін қамтамасыз етудің әлеуметтік ортада бағдар табуының қауіпсіздігі мен өмір сапасын арттырудың шешуші факторы болып табылады. Жүйелі педагогикалық қолдау дамытушы орта және дұрыс ұйымдастырылған оқыту арқылы бұл оқушылардың әлеуметтік әлеуетін ашып, қоғамда өз орнын табуына мүмкіндік беруге болады. Жалпылама осы негізгі назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Енді келесі Рахмет. 7-ші мектеп педагог психологының жұмысындағы нейропсихологиялық әдістемелік құрал бар ма екен? 7-ші мектеп Бармын. Маржан Әділетханқызы. Бармын қазір. Презентацияларыңыз көрсетсеңіздер. Қазір документі де. Сейчас қосып жатырмын документті. Мен қосып документімді демонстрация жасын. Документалды жаз. Қосылып жатсыз ба? Иә, қазір, бір минут. Келесі 7-ші мектепте дайындалып отырыңыздар, иә? 3 мұғалім. Хорошо. Абсолютно документ баспайсыз. Талшын Александрович. Қоса алдыңыздар ма? Уақыт шектеулі. Ұстаздар білесіздер, иә? Маржан апай, қосып алдыңыздар. Бастадым. Бір минут. Мен бірақ түрім көрінбейтін сияқты сіздерге. Иә, презентацияңыз көрінсе болды. 7-ші мектеп педагог психолог Әділетханова Маржан. Менің бүгінгі тақырыбым мектеп педагог психологының жұмысындағы нейропсихологиялық әдістер. Менің бағдарламаның өзектілігі нейропсихологиялық әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, ерте кезеңнен бастап психикалық антогенез процестерін қалыпқа келтіріп, дисгенетикалық синдромның орнын толтыруға жол береді. Бұл жалпы алғанда оқуға ықпал ететін эмоционалды, тұлғалық және когнитивті дамуға, мектептегі оқыту процесі мен социум адекватты дұрыс бейімделуіне әкеледі. Бағдарламамның мақсаты жаңа білімді меңгеруде табысты болуға ықпал етуші танымдық процестердің жан-жақты дамуы, міндеттері оқыту бойынша іс-әрекетті ұтымды ұйымдастыруға үйрету, дамытушылық жағы, есте сақтау, зейін, ойлау, қабылдау, шығармашылық, қиялдау, сөйлеу қабілеттерін дамыту болып табылады. Ал психологиялықтан өзін-өзі адекватты бағалауды қалыптастыру, әлеуетті мүмкіндіктерді дамыту, қоғамдағы мінез құлық дағдыларын қалыптастыру және өзін-өзі реттеудің дамуы. Енді күтілетін нәтижелер және олардың тексеру әдістері нейрожаттығуларды жүйелі түрде қолдану, түзету жұмысына оң әсер тигізіп, физикалық, психикалық, эмоционалдық денсаулықтың жағдайын жақсартады. Сабаққа қызығушылық пен жағымды эмоционалды көңіл күйді арттырады. Танымдық және ақыл-ой әрекеттерін
белсендіреді. Нәтиже әр балада жеке ерекшелігіне қарай көрінеді. Мектеп оқушылары табандылықты үйреніп, оқуды жақсы үлгерім көрсетеді. Берілген ақпаратты жақсы қабылдай бастайды. Жасөспірімдер бейсаналдылықпен байланысқа жеңіл түсуге үйренеді. Енді психологиялық коррекция мидың нейропсихологиялық коррекция мидың әртүрлі аймақтарын белсендіруге арналған жаттығулар жүйесі. Бұл жаттығулардың артықшылығы симптоммен емес, себеппен жұмыс жасайды. Екіншіден, жеке және топтық түрде жүргізіледі. Бұл әдістемелер ойын жаттығулары арқылы психикалық процестерді қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. Және мидың балансты, яғни мидағы балансты тереңді қызметін қалыптастыруға ықпал етеді. Нейрожаттығуларға қарсы көрсетілім: эпилепсия, генетикалық аурулар, психикалық бұзылыстар. Аса сақтықпен жаттығу жасау керек. Егер осындай байқалса, дәнекер ұлпа, жүрек аурулары, астма диагнозы бар оқушылармен. Нейропсихологиялық бағдарламаны құру және табысты іске асыру үшін қажеттілері: біріншіден, орталық жүйке жүйесінің жұмыс жасау және даму принциптерін білу. Екінші, қандай жаттығу және қайсысы мидың сол немесе басқа қандай аймақтарын стимуляциясын білуіміз керек. Үшіншіден, баланы белгілі жаттығуларды орындауға ынталандыра білуіміз керек. Төртіншіден, десантогенез формаларының бір салдары ретінде бала денсаулығына мүмкіншілік шектеулі болған жағдайда олардың негізінде жатқан механизмдерді білу және қалыптастыру. Мидың жұмысын жасау принципін сипаттау үшін Лурия психикалық әрекеттің субстратты және құрылымдық функционалдық моделін әзірледі. Осы модельге сәйкес мидың 3 блокқа бөлуге болатындығын айтқан болатын. Қандай да болсын, жоғары психикалық функция міндетті түрде 3 блоктың толық қалыптасуымен жүзеге асады. Ал бірінші блок ол энергетикалық. Бұның қызметі, бірінші блоктың қызметі сергектік пен белсенділікті қамтамасыз ету болып табылады. Тапшылығы бұл жерде тез шаршау, эмоционалдық тұрақсыздық. Бірінші блокқа арналған жаттығулар, бұл тыныс алу жаттығулары, бұл шығет тонысын реттеу. Суретте көрсетіліп тұрғандай, мұрынмен демалып, аузымызбен демді шығарамыз. Екінші блок ол ақпаратты қабылдау және өңдеу. Мидың екінші блогы осы қызметтерді атқарады. Бұл көру, есту болып. Ал қиындықтары кеңістікті бағдарлау, есте сақтау. Бұған арналған екінші блокқа арналған жаттығулар сурет салу, көру және есту жады жаттығулары. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, суреттегі суреттерді салу арқылы екінші блокты дамытуымызға болады. Үшінші блокта біз бұл жердің қызметі, мидың үшінші блогындағы қызмет ол әрекетті жоспарлау, өзін-өзі бақылау. Ал тапшылығы импульсивтілік, тәртіп қиындықтары. Бұл жерде үшінші блокқа арналған жаттығулар струп тесті, коммуникативті жаттығулар болып табылады. Қорытындылай келе, үлгерімі төмен оқушылар үшін нейрокогнитивтік дамудың жалпы бұзылыстары негізінде ойлаудың, зейіннің, есте сақтау, сөйлеу жадының бұзылуымен ерекшеленеді. 1-4 сыныптардағы оқушылардың нашар үлгерімінің басты болжамы ретінде зейіннің даму деңгейінің төмендігі. Ал 5-11 сыныптарда ойлау деңгейінің төмендеуі болып табылады. Оқшауланып қалған нейрокогнитивті дисфункционалар үшін қолжетімді оқу үлгеріміне теріс әсер етпейді. Ұсынылып отырған әдістемелік құрал білім беру үрдістеріне тиімді қолдануға болады деп есептеймін, және оқу тәрбие жұмысын жетілдіруге өз үлесін қосады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Жақсы, рахмет. Келесі 7-ші мектеп Абдрахманова Мадина Беріковна бар ма? Бар. Қазір осы жерден қосыламыз. Қосыла беріңізші. 1 минутта тұрыңыздар. Қазір 1 минутта тұрыңыздар.
Уақыт шектеулі, ұстаздар, дайындап отырсаңыздар. Қазір 1 минут. Қайырлы құрметті әріптестер, мен сіздерге ұсынып отырған әдістемелік құралым ол отбасында, мектепте, қоғамдағы оқушыға қойылатын талаптың бірлігі мен келісіміне ата-аналар және барша әлеуметтің педагогикалық мәдениетінің әсері. Яғни өздеріңіз білесіздер, барлығымыз істеп Басқа отырған слайд шығып кетті ғой. ау Басқа слайд шығып кетті. қазір 1 минут онда. Динара. Ерекше білім беру деген басқа шығып тұр. Все, болды енді. Қосылды ма? Отбасы, мектеп, қоғам. Иә, Қосылды. Все, жақсы, рахмет. Қосылды. Өздеріңіз білесіздер, барлығымыз атқарып отырған бір қызмет, яғни тәрбиелеп отырған алдымыздағы өскелең ұрпақтың ортаға мәдениеттеніп, жалпы дербестік тұлғалық мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Оқушылардың мәдениетін қалыптастыру мақсатында ата-ана мәдениетін, педагогикалық мәдениетті қалыптастыру ең бірінші кезекке шығады. Ата-ананың мәдениеті дегеніміз не ол? Баланың психологиясын түсіну, жасына сай талаптар қою және өзінің жеке басымен ол тәрбиелеп отырған баласына үлгі болу. Әлеуметтік мәдениетті дегеніміз ол көше, қоғамдық орындарда үлкендердің балаға көзқарасы мен тәрбиелік жауапкершілігі. Яғни тек қана ата-ана өзінің жеке басымен үлгі болу ғана емес, қоғамдық ортада да педагогтар болсын, ересек адамдар болсын, кез келген жерде өзінің жеке тұлғасымен балаға тәрбиелік үлгі болып табылады. Келесі, оқушыларды үйлесімді мәдениетті қалыптастыру мақсатында 3 шақты талаптар үйлесімді болу міндетті. Ол дегеніміз, яғни отбасындағы, мектептегі және орта қоғамдағы берілетін талаптардың бір-біріне сәйкес болуы, бір-біріне қайшы келмеуі. Яғни отбасы күн тәртібін, еңбекке баулу, мейірімді болу деген сияқты талаптар қойып, осындай дүниеге тәрбиелесе, мектептің тарапынан осы отбасынан берілген қасиеттерді ары қарай біліммен, тәртіппен, әлеуметтік нормалармен үйлестіре отырып дамыту болып табылады. Және де осы жерде жалпы қоғам мектептен, үйден алған дүниесін мәдениетті қылып және заңға сәйкес ары қарай балалардың қалыптасуына әсер етеді. Келесі, бағана жоғарыда айтып кеткендей, осы 3 жақты әрекеттердің балаға әсері кері болмас үшін қойылып отырған талаптардың бір-біріне сәйкес болуы. Яғни, егер талаптар сәйкес болмаса, мектептен, үйден, қоғамнан алып отырған талаптар сәйкес болмаса, баланың бойындағы мәдениеттілік жойылады, ол екіжүзді болып, сенімсіз болып және агрессияға бейім болып өседі. Келесі, педагогикалық мәдениетті көтеру жолдары ол диалог орнату. Яғни, мектеп пен ата-ананың ортасындағы әрекет тек қана әртүрлі интернет арқылы, чаттардан және де ашық телефон, сенім телефондар арқылы ғана емес, бетпе-бет жүздесіп, ашық түрде, сенімді түрде әңгімелесу болып табылады және психологиялық кеңес алу болып табылады. Сонымен қатар бірлескен іс-шаралар, ол қазірде әрбір мектепте қолданыста бар, ол әкелер мектебі, аналар клубы, соларды ары қарай жетілдіріп, тек қана қағаз жүзінде ғана емес, практикалық жүзеде іске асыру. Және қоғамдық бақылау, яғни қоғамдық жерде оқушылардың құқық бұзушылықтарына көз жұмбай, соны ары қарай болдырмауына қызмет ету. Кез келген жағдайда баланың мәдениетін қалыптастыруда мұғалім мен ата-ананың іс-қимыл әрекеті. Ол яғни ақпарат алмасу.
баланың жетістігін ғана емес, қиындық тудыратын дүниелерінде ашық түрде, сенімді түрде бір-бірімен талқылау, ортақ шешім қабылдау, яғни тек қана жазалау ғана емес, сонымен қатар оны ынталандыру және де қолдау көрсету. Мектеп қойып отқан талаптарды ата-аналар жоққа шығармай, және де үйден алып келген құндылықтарын одан ары қарай жетілдіру болып табылады. Яғни қорыта келсек, жоғарыда айтылған барлық алгоритмдар орындалып, мәдени іс-әрекеттер орындалып отырса, баланың педагогикалық мәдениеті жоғары болып тәрбиеленеді, және тәрбиеленіп отырған ортасына сәйкес талаптар бірлік сақталған кезде ғана бәсекеге қабілетті рухани бай ұрпақ тәрбиелей аламыз. Назарларыңызға көп рахмет, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Жақсы, рахмет. Келесі. 7-ші мектеп Төлегенова Жамила. Бар ма екен? Бір минут қосып жатыр.